Мынау менің жанымдағы тұрған үйге бір ғасыр болған десем сенесіздер ме? 1932 жылы құрылған осы елді мекенде осындай үйлер өте көптеп салынған. Ал бүгінде қаңырап бос қалуда. Ал мына мен айтқан осы үйде қазір жалғыз ғана отбасы тұрады. Ал неліктен бұндай жағдайға келді? Бүгін сіздермен бірге көретін боламыз. Айтпақшы достар, сіздер сұраған, біз Түркістан облысы Кентау қаласының маңында орналасқан Ащысайға келдік. Бұл ауыл қала типтік ауыл болған. Көмір жағастар аға, я? Қазір Дархан ағамыздың үйіне келдік. Дархан ағамыз осында туылып өскен. Бұдан бөлек осы жердің әкімдігінде де жұмыс істеп, біраз қызмет істеген кісі. Жалпы қазір Дархан ағамыздың әкесі. Аты кім аға? Серік ағамен тілдесетін боламыз. Жалпы ауылдың тарихы туралы. Кім? Айгүл. Саламатсыз. Тілші болады екен. Анандай ауылдың жалпы тарихы туралы. Үйде әкелмей Ассалаумағалейкум ата. Мына кісілер Қалыңыз қалай? Мына кісілер тілшілер. Папа, мына ауылдың тарихы туралы бір сұхбат беретін адам болса, бір қария кісі болса дейді. Енді анамыз жоқ қой, Шымкентке кетіп қалды. Тойға. Өзіңіз бір шамал ауыл туралы, баяғы ауыл қандай болды? Сен қай боласың? Мен Бағдәулет деген балаңызбын. Фамилия кім? Фамилия Талипов. Талипов. Қай жақта тұрасың? Алматыда тұрамын ата. Алматыда тұрасың. Сендер қай арнасыңдар? Сөйле арнасы. Сөйле арнасы. Сөйле деген қандай арна? Ол әлеуметтік желіде ата. Ата, бізге осы ауылдың жалпы қандай жағдайдан басталды, неден ауыл құралды, жалпы бүгінгі күнде Содан бастайын ба? неге зәру, иә. Неге зәру, қандай проблемалары бар, мәселелері бар. Соны айтып беріңізші ата. Онда біріншіден бұл Ащысай деген бұрын орман болған. Мына осы жердің Ащысай дейді, былай Аша сияқты сай, орман болған. Ең алғаш ағылшындар, ана Жотаменен Кәргенсай деген бар арзат. Анау Жотаның басында кішкентай шахталар бар. Сонда қорғасынды сол жердің бетінен, шамал жерден алып, ең бірінші ағылшындар ашқан. Сөйтіп ағылшындар, сендер қаяқпен келдіңдер? Созақпен келдіңдер ме? Мына Кентаумен келдіңдер? Кентаумен келдік. Кентаумен келгенде бұлай жоғары көтерілдіңдер ме? Иә. Сонда мынада яғни бұрын ағылшындардың заводы болған, тас сарай деген. Анандай бір есік сарайды көрдіңдер ме? Мынандай, шаған бұрылыста, мына жақта есік. Сол ең бірінші ағылшындар келген. Алдында олар жаңа қорғасын, түсті металдар алған. Ащысайдан. Ал олар сосын бізде бұрын тау сағыз деген болатын. Біз жас кезімізде оны көрген тамыры тарам сағыз болады. Алғаш шайнағанда ол ащы болады. Бірақ шайнайсың, сосын жақсы болады. Тісті қатайтады. Дәрілігі бар, тас сағыз, ол көп болатын. Енді соны ағылшындар каучук жасаған. Сосын ірзеңке ғой енді каучук. Сол каучук жасаған, мен бір кәрияға кездестім. Дұрысы, мына шыға берісті, не жағында шамалы, енді оның жердің орны жоқ. Бәлі сол қалған. Сонда кәрия айтты, анау жаңа бұрады шыға бер, қырға шыға бер жағында, сол жақта бұлақ бар. Соның жағалай деді, біз қазақтар отырдық деді. Мынау ағылшындарға мынау қалың орманның ағашын кесіп, соның қара несі бар ғой? Көмірін, қара көмір қылып, соны
ағылшындарға береміз. Сосын ағылшындар бізге тамақ береді, адам береді. Мына бір сөйтіп күнелттік деді. 55-56 жылы Астайда 15-16 мың халық болды. Мына жерге сыймады. Ар жақта тұратын болды. Сосын Астайда мына қалаға ыңғайсыз болды да Кентау ашылды. 55-56 жылы Кентауды осы Астайдан Кентау бертінге дейін ашпалимырса болып келді. 80 жылдардың аяғы тонау басталды. Құлдырау басталды. Яғни біздің шахтамыз өртенді. Енді су болып тұрған шақты ғой. Сол қалай өртенетінен білмеймін. Су ағып атқан су ғой. Сол өртеніп, ақыры кіруге жарамай қалды. Енді болашақта не болады? Болашақ ол әкімдердің, жаны ашитын адамдардың керек. Бірінші темір жол керек. Даму үшін ашсайды. Даму үшін темір жол керек. Сол темір жол мына жатқан байлықты алады. Темір жол бақыттар бар. Міне. Өндіріс мына ауылдың өзі демалыс орны ретінде зона отдыха дейді ғой, мысалы қысқаша айтқанда. Туристер тарту. Жаңағы әкем айтқандай, темір жол солу, ол темір жол солу тек қана жаңағыдай осы демалыс орынға, мысалы демалушылар әпкелуге темір жол салса болады. Біздің таудың арасында неше түрлі табиғатты әдемі жерлер бар. Туристер соған көбісі таңғалады. Осындай тауларды көрмеген. Мысалы соны мына темір жолды туристерге соқып берсе болады. Мына. Сол бағыт бойынша өндірісті лажы болса, бұл Қаратауда әкем айтқандай табиғи байлықтар көп. Бірақ оны бұл ауылдан асақ жерде соқса. Мына. Асақ жерде соқ, бұл ауыл дамып әр қарай. Как зона отдыха дейді ғой, орысша айтқанда демалыс орны ретінде сөйтіп дамыса деймін. Бірақ бұл ауылдың дамуының біріншісі ол инфрақұрылымы. Міне. Ол инфрақұрылымға жаңа өзің білесіз, жол кіреді, свет кіреді, газ кіреді, сол кіреді, су кіреді. Міне. Сосын кейін ауылдың көркі. Біздің мысалы мына клуб дейді ғой, мәдениет сарайымыз. Мысалы енді сондай бір жағдайда өртеніп кетті. Бірақ менде сол бір туындаған сұрағым бар. Бұл ауыл 29 жылы Ашсай ауыл официально жаңа тіркелген. Бірақ мына клуб сол 30 жылдарда басталды. Соғылды. Осы ауыл қалай туылды, сол клуб осы ауылмен қатар бірге өсті десек болады. Бұл клуб біздің ауылымыздың мәдени ошағымыз. Сол клубты мына жергілікті біз қараймыз ғой Кентауға қазір. Сол Кентау қаласындағы мысалы сәулет және қала құрылысы бөлімі бұны как тарихи ескерткіш ретінде тіркемеген. Менің қазір соған қатты өкпем бар. Қалай ауылмен бірге өскен ғимарат, ол ғимаратты тек қана қазақтар емес, оны жапондықтар соққан, оны басқа ұлттар соққан. Бұл клуб біздің тарихи ескерткішіміз. Біздің мәдени құндылығымыз десек те болады. Қазір енді бұл өртенгеннен кейін бұған немқұрайлықпен жергілікті әкім, облыс әкім бұл өртенген туралы мысалы Тоқаевтың басына жетті ме жетпеді ме білмейміз оны. Бірақ ауыл қатты қапалы. Бұл әкімдікке, бұл басшылыққа қалай мына өртенген затқа немқұрайлықпен қарап отқанын. Мына мысалы осы біздің мәдени мұрамызды қайттан қалпына келтірсе деп біз осыған халық болып талап етіп отырмыз. Бірақ оған біздің немізге қарама қарсы ешқандай жауап жоқ. Әр ұлттың өзінің мәдени құндылығы болады. Мәдени құндылығы болмаса, ол ауыл өсуге қиын болады. Оны өздерің де білесіздер. Міне, сол себепті біздің мәдени құндылығымыз, біздің инфрақұрылымымыз, бізге жаңа айтпақшы темір жол демекші. Солардың бәрін жаңағыдай соны ретке келтіруге жоғары жақтағылар қарама қарсы шықса, неғып біздің ауыл өспеске?
Ананың бәрі болғаннан кейін неғып жастар келмеске? Неғып неше түрлі оқыған, инженер деп отырсыздар, техник деп отырсыздар, ол кезде бәрі тартылады. Міне, осы ауылға айтады ғой. Міне. Бұл біздегі сондай не болу керек? Шақыру керек. Реклама дейді ғой, реклама. Міне. Байжансайды білесіз бе? Байжансайды естуім бар. Қазіргі бүгінгі болашақ, енді бүгінгі күнде ол Байжансай ауыл статусын да алып тастады. Ол жерде қазір 5-6 ғана семья қалды. Енді қайта өсіп жатыр. Болашағы сондай болуы мүмкін ба? Әлбетте Байжансай ол кішкентай ғой. Мысалы қараңыз. Кішкентай ол. Мысалы қараңыз. Кішкентай сайдың ішінде. Мысалы біреулер айтады, мына біздің ауылға газ келмейді дейді. Таулы жер дейді. Қателеспесін. Бізде мына Кентау мен осы Ащысайдың арасында кезінде темір жол болған, узкоколейка дейді. Осы жаққа темір жолдың бойымен полный осы ауылды газбен қамтуға болады. Біріншісі, ол мына Байжансай, Мырғалымсай, бәрі осы жалпы кезінде шақты, рудник болған жер, кеңді жер болған. Ол барлығына бүкіл алып, бәрін зона отдыхқа тықса да болады. Бұл тек қана Ащысай емес, мына таулы жер, ол да Байжансайда таулы жер. Міне. Сол кезде мына Қаратау, бүкіл Қаратау демалыс орны болып есептелінеді. Мен мысалы жеке өзімнің қара басымды айтып отқан жоқпын. Мен халықтың қазіргі өсу, кему туралы айтып отырмын. Қандай себепке халық өсу мүмкін? Қандай тірлікпен халық кему мүмкін дейді. Енді Серік ағамыз бен Дархан ағамыздың ойы осындай. Жалпы қазір енді біз ауылда осы таяуда ғана өртенген мәдениет үйіне баратын боламыз. Сол жақта да жалпы ол жердің мән жайын сіздерге көрсететін боламыз. Жолдарың болсын. Керемет үйлер ғой, баяғы бұлар жаңағы исторический дейді ғой, ескерткішке кіргізген. Осындай. Грек соққан, не соққан деп. Бірақ мен сол әкімшілікте қанша жұмыс істесем де, бұлардың бәрі кірген, мына клубтың кірмегенін мен білмеппін да. Ол да мысалы мен тек қателігім шығар сол кезде. Ананың барлығын біліп, клубқа келгенде ол кірмегендігін мен осы биыл ғана естідім. Аға, мына сіздің тұратын үйіңізге де біраз жыл болған, Бұл қоспасы, мына қоспасы кәді. Неге? Өйткені мына жерде кішкентай бір үй болған, қатты боран соққан кезінде мына үстіне қар жиналады. Сосын жаңағы шатырға зиян тигізе бастады. Зиян тигізе бастағаннан кейін мынаны соғуға тура келді. Мынау шамалы болса да, пана болсын ана неге деп. Толық сіздің үйіңіз ба? Жоқ, мына үймен осы үй. Ар жақта көршімде 3 үй. 2 үй тұрамыз. Негізі бұл 5 отбасылы. Баяғыда Кеңес одағында бәрі тұрған ғой. Енді жайлап осы жермен реттестіріп, неғып кеңейтіп, жайлап жақсарта беремін. Көшетіндер көше берсін. Мына мен бауым. Өзім бұл жерде мен сіздерге айтайын бір. Қысқаша танысып өтейін. Мына жақта енді көбісі айтады ол. Мына жерде баяғыда балабақша болған. Осы жерде ба? Ол соған ұзын неде балабақша болған. 98 жылы жаңағындай бұл ғимараттардың көбісі тозды деп, осы тұрған балабақшаны бұзып тастайды. Тұрған балабақша. Тұрған балабақша, еш жер не істемеген, өртенбеген, жанбаған. Енді мына жақта кішкентай бір жер кезінде өлсе, оны қайтадан қалпына келтірген. Бірақ мынау тұрған фундаментің орын тұр. Көріп тұрсыз ба? Баяғы мына балабақшаның осы жерде болғаны доказательство жоқ, дәлелі. Міне. Мынау сол фундамент әлі тұр. Мына жақта адам жүретін не болған? Мына жақта ғимарат тұрған. Оның бәрін қопарып тастады. Бұзып тастады. Ломать не строить дейді ғой. Бұзу ма тек? Тек қана бұзу болды. Сосын кейін мен бұл жерді жергілікті әкімге барып айттым. Осы жерді маған беріңіз, мен бау соғам дедім. Бұл жер енді қирап, күл қоқыс жатқаннан гөрі табиғи не бау болсын дедім. Сосын кейін ол әкімдік маған бірінші алдында күлді. Бұл қалай сен соғасың дедім.
ынтағаған адам оны бәрін істеуге болады. Аға, мынандай сұрақ. Жалпы сіз не жұмыс жасайсыз ауылда? Қалай күнкөріске қалай ақша табасыздар? Мен қазір ақша тапқанда, менің қазір үйдегі байлығым әке шешем болып тұр. Әкімдікте жұмыс істедім. Жалпы былай стажым санайтын болсам 10 жыл жұмыс істеген екенмін үкіметке. Бірақ енді артқа қарайтын болсаңыздар, қазір мысалы әке шешем 80-ге тақып қалды. Бұларға да қарайтын адам керек болып тұр. Сол себепті бұларға қараушы басқа адам жоқ болғаннан кейін, қазір осы үйде отырмын. Осы майда-шүйде шаруа, мал, огород. Не істеймін басқа? Бұған да шамал берекесін берсін. Ал жалпы ауылдың халқы да сол көбінде малмен айналысады, солай күнкөреді. Ауылдың халқының көбісі мысалы өндірісте шақты жұмыс істейтіндер бар. Жартай соқса жұмыс істейді, жартай ауылда. Енді әртүрлі ғой, біреу Россияда жұмыс істесе, енді Кореяда жұмыс істейді деп айта алмаймын енді. Шет жақта табыс көзі. Өйткені бұл жерде жұмыс жоқ. Бұл жерде тек қана 2 мектеп, балабақша, жаңағындай полиция, пожарный, сондай бір организация мекемелер болмаса, басқа көптеген адамдарға жұмыс жоқ. Қалыңыз аға, амансыз ба? Шүкір. Ауыл аймақ, үй іші, Аманбыз. бәрі жақсы ма? Аға, біз сол ауылдың жаңағы бұзылған үйлер емес бізге қызығы. Жаңа бәрі түсіретіндей. Жалпы сіздердің мұқтаждарыңыз неде? Ауыл нені қалап тұр? Сол туралы айтып берсеңіз. Жалпы көп те айтпай, қысқа өзіңіздің көріп жүрген мәселелеріңізді көтерсеңіз. Енді ешкім өзінің ауылын жаман деп айтпайды ғой. Құдайға шүкір, әйтеуір бір қалыпты. Бірақ бұнда жұмыс жағы шамал мәселе да. Жұмыс көзі деген. Жастардың бәрі қазір салған қалада, сыртта. Өздерің сияқты жаңағындай қыдырып келген, бір мәселені көтеріп жүрген, бір елім, жерім деп жүрген жігіттер болмаса, мұнда көп адамдар келе бермейді да. Енді Құдайға шүкір, Ашсайдан көшіп кеткен жігіт отбасылар бар, сол кісілерде жәрдем беріп тұрады. Өзім негізі ардагермін ғой, Жаңа естідік, сіз Тәжікстанның? Тәжікстан ауған ғой. 95-96-да болғанбыз. Сондағы соғыс болды ма сонда ол жерде? 4 ай болдық қой ол жақта. Енді біз контрактпен барғанбыз ғой 4 айға. Елбасының несімен беруімен. Сізде кәдімгідей не бар, жаңағы ардагер деген статусы бар. Мына үйде тұрасыздар ма сонда сіздер? Мынау баяғы менің өзім көкемнің үйі, мына қара шаңырақ. Мына үй кішкентай үй, Ескі көз. Қазір бұнdan мына жаққа көштіңіздер ме? Бұдан кейін мынау енді не болмағаннан кейін жайлап мына шетке өткенбіз ғой сол. Мына жаққа көшкен. Бекболат аға, мынау керемет үйлер деймін да. Бірақ көбісі бос екен, Бос қой, енді кезінде Совет өкіметі ұлы отан соғысы болған кезде енді 10 оқ шығатын болса, осы Ашсайдан 9 оқтың бірі осы жақтан шыққанда 9 оқ. Байжансай мен Ашсай. Байжансай мен Ашсай. Байжансайда да ағаларымыз қазір Чимкентке көшіп кетті ғой. Начальник участок болған уақытта да шақтыда. Тур осындай жағдай болып қалған ғой. Аға, маған бір еріксіз мынандай сұрақ келеді да. Жаңа мен оны Байжансайда да қойдым. Сізді бұл ауылда не істеп тұр? Енді өзім осы жерде туып өстім. Осы жерде өмірге келдім дүниеге. Осы шаңырақта. Ол кезде мына шетте қазір алғашқы көмек көрсететін жері ғана бар ғой. Қазір анау жоғарыда негізі өмірге, осы өмірге біз келген жеріміз сол жер. Өзі қалай айтсам болады, үлкен больница болған да, кәдімгідей операция жасайтын, хирургтары бәрі болған. Бұяқта біраз нәрсе болды. Қазір енді 10 жылдың ішінде, 15-20 жылдың, мен өзім 10 жыл болды, 20 жылдың ішінде қазір. Енді бұяқта мен қанша Қазақстан жерін арладым, бірақ бұл жерде ауасы мен суы таза да. Енді адамдар ол болса да енді. Енді бәрбірде қу тіршілік дейді ғой аға. Көбісі жаңағы қалаға барып, қаражат тапқысы келеді, енді бала шағасы дейін. Әлбетте. Сол мен сіздердің осылай ауылда ұстап, осы ауылда қалып, ауылды дамытуға тырысып, әйтеуір бір өзінің септігін тигізетін деген адамдарға, сіз сияқты адамдарға мен жаңа Дархан аға сияқты риза боламын да өзім. Сұхбат бар. Бұл ауылдан сол сізді байланыстырып тұрған осы өткен балалық шағыңыз. Туған жерім ол өзім. Туып өскен, ауына өскен жерім. Оның үстінде осы жерде
атам да осы жерде, әкем де осы жерде, қазір қарындасым да осы жерде. Басқа жерге барғанда бәрі өзің елің сияқты болмайды ғой, қанша дегенмен өзің туған жеріңе жетпейді. Енді бәріміз Қазақстан ортақ қой, бәріміздің үйіміз. Бірақ ана айтады ғой, ерді ер қылатын жерін өзінің туған жері ғой енді. Одан артық жер таппайды енді. Бәрібір қанша ол керемет болса да, қанша бір зәулім сарай болып тұрса да, бірақ туған жеріңе жетпейді да. Ауылда қандай тіршілікпен айналысасыз? Не істейсіз? Енді біз қазір сыртқа барып жұмыс істеп келеміз. Қазір официальный бір жұмыста емеспіз. Бұл жақта енді тек оқығандар, нелер ғана жұмыс. Халықтың көбі бұл жерде малмен айналысады. Иә, мал бар. Үйде енді өзіміз сол сырттан жұмыс жасап келіп, содан кейін бала шағаны асырап, әйтеуір үйде анамыз бар. Сол кісі ана айтады ғой, анасы мен әкесі бар адам бақытты деп. Сол кісілердің қызметінде болсақ болды да. Ең бастысы сол кісілер. Қанша бала шағаңыз бар? Құдайға шүкір 4-еу. 4-еу? Бізкілер енді. Бізкілер о. Отырған жер. Бекболат ағамыздың үйіне қалай өмір сүріп жатқанын көретін болыңыз бірге. Ана кішкентай. Келіңдер, кіріңдер. Ей, бұлар енді сәнденіп киінген жоқ. Журналистер Алматыдан келген. Ар қарай ар жақта да. Екі үйді қосып алғанбыз ғой. Мына жақта көкіне. Мынау екінші балам Нұрсұлтан. Нұрсұлтан? Ана кіші балам Нұрәлі. Енді сол баяғыда негізі бас мамам анам ұйықтап отыр. Амансыз ба апа? Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Жігіттер, журналист жігіттер екен. Журналист жігіттер, құдай қонақ. Енді анам қалай? Мынау үлкен ұлым Ансар деген жігіт. Қалай сап? Амансыз ба? Денсаулығыңыз қалай? Шамал. Қалайсыздар? Бәрі жақсы ма? Жаңа жолда Бекболат ағамыз көріп қалып, жалпы ауылдың мән-жайын, тыныс тіршілігін білсек, соны көрсек, таныссақ, сіздер арқылы соны білсек деп келгенбіз ғой. Кенже мен кішкентай 4-ші ұлым. Мынау 3-ші ұлым Нұрәлі деген жігіт. Батыр, қалай жерде? Былай апа, жалпы тіршілік көрейік дегенбіз ғой. Шайға Бекболат айтсын енді тіршілік. Шет жағасын айтып отырып қой. Бұл енді туған жерге еш нәрсе жетпейді деп отырмын. Бақытты адам, әкесі мен анасы бар адам бақытты адам. Енді осы кісілердің батасын алсақ, ырзалығын алсақ деп жүрген жайымыз бар. Өзім сыртта жұмыс істеп келем. Бұл жерде енді қазір мемлекет бөлініп жатқан ақшалар бар. Енді адамдар істеп отыр ғой, құдайға шүкір. Амал жоқ туған жер деп. 100 мың теңге қазір деген ақша емес те бір айда. Дұрыс айтасыз. Сондайға күн көріп жатқан кісілер де бар. Енді сондықтан туған жер тастап кеткен тағы болмайды. Өзімізде де сол азын аулақ. Бауырларыңыз да осында тұрады? Жоқ, олар Алматыда. Алматыда тұрады. Екі қарындасым, бір інім бар. Олардың бәрі Алматыда. Біз осы үлкеніммен, одан кейін екі қарындасым, бір інім бар ғой. Күшті, керемет аға. Енді анау жаңа көргендерің ол қара шаңырақ. Бая өзіміздің туып өскен жер. Мынау енді одан кейінгі жаңа анамызды алып осы қарай көшкен үйіміз. Сіз 75-ші жылы келін болып тұрсыңыз ғой осы ауылға? Бұл жаққа 75-ші жылы келін болып тұрсың. Ол мен келгенде дүрілдеп тұрған жақсы жер тікініп бер. Енді қазір енді құлдилады, қазір енді кішкене жақсы болып келатыр бұрынғыдан. Жақсы жаман емес, көркейіп келатыр, жол түсіп жатыр мінекей. Жұмысы енді бірте-бірте болып жатыр. Бірақ халық саны сондай да азайып жатыр дейді апа. Халық саны азы, жан-жақтың бәрі көшкен. Біз енді ауылдық дейміз. Көбісі айтып отырмын, жастар оқумен кетіп қалады. Одан кейін қазір жұмыс көзі аз да, одан кейін көбісі сыртқа барып жұмыс істейді. Одан жаңа болмай бара жатқаннан көшіп кетіп жатқандар да бар арасында. Келіп жатқандар да бар. Сіз айтқандай 100 мың теңгеге. Айына 100 мың теңге. Ол биржа дейді ғой, қазір мемлекеттік мансап дегеннен бөлініп жатқан. Онда да қалған қызметтегілер, олар екі мектебіміз бар. Онда Жамбыл мектебі бар, ар жағында Шоқан мен Максим Горький мектебі бар. Клуб өткенде жағда естіген соң бетке тұтар. Клубтың өртенгенде 3-4 ай болды дейді. Біраз болып қалды ғой анда. Көшеде партия бар. Орны келеді деп айтып жатыр ғой, онда жасайды деп жатыр ғой. Жасайды деп. Әйтеуір білмеймін ғой.
Әне күнше Ал оны бұзып тастап жаңадан салғаны дұрыс па, жоқ әлде осының өзін көтергені дұрыс па қайтадан? әрине орында тұрған дұрыс. Ол неше жылғы осы жерде қазір ең несі сол қалды ғой. Халықтың бәрі шырылдап жатыр. Бәрі кеше жиналысы болып жатыр, барып жатыр. Мен бармасам да басқа Бардық қой, иә, үлкен қатыстық. кісілер қатысып бәріне ағып жатыр. Бұздырмаймыз деп ал. Бұздырмаймыз деп жатыр енді. Бұздырмаған жақсы ләжі болса. Мынау баяғы пеш, мынау қазақы пеш мынау. Иә, бұндай Алматыда жоқ шығар, барма кем деген. Бұл әлде жағасыздар ма? Бұны жағамыз ғой. Ата пленімен жылынмаса мен Ата пілені, жылмаса мынақпен. Газ жоқ, газ келе ма деп күтіп отырық оны да. Бар ма? Келеді деген. Газ әлі келген жоқ. Жоқ, ондай әңгіме қозғалды ма? Иә, қозғалған келеді деп. Ойыққа келіп қойды ғой. Ойықтан өткен. Иә, өттік. Ойыққа келіп қойды Бірақ енді. ойықтан бері қарай да бір шама жол ғой. 20 біраз ғой енді. Бірақ не Манаяқ, не Ойықтан, не Шолаққорғаннан келеді да екеуінің біреуіне. оян алып білмейміз Иә, әйтеуір. келгені дұрыс деп отыр қазір. Апа, мына үйде мен түсінген бойынша бір күшті бір шенділер тұрған сияқты ма кезінде или Бастықтар тұрған. Міне дәулет міне яқты Үлкен бастықтар тұрған. бұл осы үйде, иә? Иә. Ол үйлі бастықтар Біздің қолымыз жетпейді. Міне енді жетті, бәрі кетті. Ал сөйлет жақсылы. Енді бәрі көшіп кеткеннен кейін анаяққа мен үй саламайтын. мыналар мынау жаңағы бізге бергендерім 92-93 деген. Ағамыз жаңа айтқанындай, Бекболат ағамыз осы Тәжікстан мен Ауғанстанның шекарасында болған жаңағы қақтығыс қой, иә, ол Қақтығыс қой. қақтығыста сол жерде болған ардагер кісі. Оның үстіне жаңағы осы ардагер деген өзінің мәртебесі де ағамыздың бар. Осы мынау менің көкемнің жазып кеткен кітабы мынау. Мынаны бұл да көненің өзі. Атам жазып кеткен. Аяғы енді ар жақта 7 кітаптары бар. Бұл қанша жыл болған жазып кеткеніне? Енді көкемнің өзі 1902 жылы болған ғой. Қазір мен 50-ге келдім ба? Енді 50 жылдай болды ғой қазір тұрғанына. 50-60 жыл дей қойыңызшы. Күшті. Апа, жаңағы әңгімеңізді жалғастырайық. Баяғыда Баяғы мына жерде тұрған адамдардың, басшылардың. Бұл жерде нұқыл үлкен директор бар ма, доғдыр бар ма, нұқыл басшылар тұрған. Біз анаяқта қазақ үйде жаңағы атамыздың қолында болдық. Енді жағдайымыз, үйіміз мынандай қиналғаннан кейін осы жаққа мына тамды сатып алдық мінекей. Енді Құдайға шүкір жаман емес. Бәрі болды ғой, мына парк те, бәрі жақсы жолда, бәрі. В общем, жақсы күн ол мен келді. Бір өзің сияқты бір бала кездесіп маған айтқан ғой. Шіркін мен келіншек болғанда қандай еді әстай десем, енді кемпір болғанда көресіз Құда қаласа деген. Енді соны үміттерін күтіп жүр. Кемпір болдым енді Құдайға. Үйге жеттік дейсіз ғой. Жеттік. Әлде де балалар кеткісі келеді. Ай кетсеңдер бара беріңдер айналайын деймін. Бірақ маған қарайлап отыр бір жағы. Тастап кеткісі келмейді. Бір ана бала енді ол жұмыста Алматыда. Мына бала енді маған қарайлап отқан да бір жағы. Жалпы негізі бұл үйді аварийный деп таныған жоқ па? Жоқ, әзір таныған жоқ. Бірақ өкіметтен тек қана бұнда қазір енді мына ненің құжаты бар, өзіміздікі. Одан кейін өкіметтен су береді. Оған да ай сайын төлеп отырамыз. Свет береді, тоқ береді, су береді. Бірақ бұл жердің жағдайын жасау, ішкі жұмыстары, сыртқы жұмыстары өзіміздікі да. Төбе болсын. Олар тек ана жолды басқа жақ тазалап кетеді. Үйді ремонттауға ешқандай ондай. Оны барлығына үйдің бәрін істе дейді. Оған әрқайсы пәленшоннан көп қой адам аз ғой. Әрі мысалы қазір қаншама үйде 2-ақ үйден тұрады, 3-ақ үйден тұрады, 4-ақ үйден тұрады. Жасап береміз деген, бірақ жаңағындай кредитование да. Сондай қыл дейді оған. Мысалы өздері келіп жасап кетеді, сіз ай сайын төлеп тұрасыз да. Оған бір подъездемен бір-ақ адам. Ана подъезде 2 адам, арғы подъезде адам жоқ. Осы мына қатардың өзінде 3-4-ақ үй бар да. Көбісі тастап кеткен. Арғы бетте бір 5-6 үй бар. Осы 4 домның өзінде 20 шақтағы үй бар ғой. Енді бірақ неше пәтер негізі? Бұнда әр подъезде 3 бөлмеден ғой. Сонда 3 этаж, мынау. Сонда 9 да. Мынада 18, 20 қанша болады соны? 18, ар жағында 9, тағы да 27 үй ғой. Мына бір домда. Бір үйде 27 үй болды. Мына бір аби домда. Бұндай 4 үй бар. Бұнда 4 барақ бар да.
сол 4 барақтың орнында бір 80 баяғыда жүз новый дом деп айтып кеткен Новый, новый жаңа дом дом. дейміз біз шындап біз әлі новый дом емес Иә, новый ғасыр дом. болған дейсіз ғой иә 50 жыл болды менің келгенім 50 жыл болды бұл менен бұрын соғылған жер ғой Бұл сол қашсай құрылған кезде соғылған ең ақырғы осы новый дом деп аты қойылды сонымен новый дом дейміз. 39 жылы негізі ашылған ба, сол кезден бастап осы жер тұра бастаған. 80 жыл болған дейсіз. Иә. Енді бұл жерде условия бәрін жасап қойғанда, туалеті ішінде, әжетханасы, жуынатын орны өзі ішінде, отопление ол кезде центральный, біз сияқты от жақпайды, батарея жүргізбейді. Әр үйде өздері от жағады. Баяғыда центральный не болатын категориялар. Соқтан жағады, бұл жерде күл, отын, ешна. Бірінші қабат мүлдем адам тұрмайтын сияқты болған. О, жоқ, тұрмайды. Бәрі. өзіміз отырханаға отырмыз Адамдар келетін болса, оны босатып беріп, үй қылып отыруға болады ғой енді. Әлбетте. Бірақ мен жаңа естуім бойынша бұл үйлердің тұрмаса да бірақ иелер бар дейді. Бар. иелері бар дейді. Ана жерде төменде кіріп келе жатқанда бір домды көрдіңдер ме? Бәрі пустойда, бірақ қазір барып біреу не алатын болсаң, әрқайсысы неге шығады, бәрі неге. Бір жанарту деп кеп қалса, бәрін неге шығады. Бірақ ешқандай адам жоқ. қазір ең Өткенде бір соғылған орысымыз бар еді, ол да өліп қалды. Қайтыс болып кетті. қарайлап бір орыс жатыр еді Иә, бір орыс болатын. Құрбангүл апаның үйі ме? құрбанкүл апаның үйі ол бір жақта О жақта да бір адам шығар. енді мына төменде тағы да 27-26 деген болған ол біреуі кетіп қалды бұзылып оларға қайта үйінде тұрып қалғандарға Кентаудан үй берді ал енді мынанда үміт күтіп отырып адамдар мысалы ертең бұзса бір нәрсе бере ме деп сөйтіп берілмей отыр немесе не алады оны бәрі жан жақта Енді бүкіл Қазақстанға қарағанда Ашсай енді кезінде көп жерлерде осы Ашсай мысалы бұл не только Қазақстан, Россияға да жәрдем берген да, басқа ұлттарға да жәрдем берген ел да мынау ше. Ауыл десең. Ауыл. Енді қазір қарап отырсаң, басқа жерлерден қарасаң, бұл жерде өте тұрмыс былай төмен. Ең төмен. Ең кедей біздің Ашсай болып қалды деймін мен айтамын. Немесе басқа жерлерде Әйтпесе байлық жағынан ең бірінші орында, енді ең бірінші орын болмаса да байлық көзі осы жақтан шыққан негізі да. Қазір жағдай мынандай. Оны жасырғанда, оны адаммен жасырған, Құдайдан жасыра алмаймыз ғой. Мешітіміз бар, басқа бар, бірақ Кедей ауыл дейсіз ба? Ең кедей біздің ауыл деп айтамын өзім. Басқаны білмеймін. Өйткені неге? Барлығы басқа жерлерге барып, бәрінің тұрмысы жақсы. Неге? Ақша болса бәрі болады ғой. Қызметтегі істеген адамдардың ешқайсысы жоқ. Алпыстамай тұрған сол себепті ғой. Өйткені шығын шығып кетеді өкіметтен. Иә, шығады ғой, әлбетте ғой. Бұзылса, егер бір жаңадан үй беру керек болса, осы жерде тұратын адамдарға басқа Кентаудан болмаса басқа жерден үй беру керек. Сол себепті адамдар қалай тұр, өздерінің күнін солай түсіріп жатыр. Тұрмыс мысалы, кім біледі, Алла біледі, не болады. Жүрет деген сеніммен келе жатырық қой. Жұмыс ашылады, демалатын орны бар немене? Сангородтар сияқты ма? Ашады. Демалыс орындары ғой. Сөйтеді екен деп жатыр әйтеуір білмеймін ғой. Кімге қай жерден топырақ бұйырады білмейміз ғой, бірақ өзіміздің әркім өзінің туған жерінде өскен жақсы да. Өйткені ертең ұрпаққа да мысалы ол не болады. Мына туған жерім бар еді деп айтады да. Мына Түркістанға, Кентауға қарасам 3 жыл, 5 жылдың ішінде қандай болып көркейіп кетті. Соғысап үмітіміз бар әлі. Мүмкін демде ғой болып жатса. Мына сені кеп ашып жатса, бір сені салып жатса. Негізі тал басынан шірейді дейді ғой. Сондықтан ол тамыр жақсы болса тал көгереді дейді да. Сондықтан мына адам болып келгеннен кейін жақсы адамдар келсе, бір еліне, жеріне жаны ашитын адамдар болса, бұл жер әлбетте көгереді да. Ал егер қазір мынаусы келіп қалтасын толтырып, мынаусы келіп жаңағын жеп кетіп, мынаусы келіп алып кететін болса, бұл жер көгермейді осыға. Бұдан да жаман болып кетпесе, бұдан жақсы болу қиын болады. Сондықтан адамға көп нәрсе байланысты. Біз адам болып келдік қой. Сондықтан жақсы жұмыс істеп, жақсы адал іс істесек, онда болады. Ал егер біз жаңағындай жаман жолмен жүретін болсақ, онда еш нәрсе болмайды да. Бұдан да ол кезде мына жер кәдімгі таспен өзен қалады, болды ғой. Түсінікті аға. Аға жүріңіз енді ана үйге барып көрейік, кеш батпай жатып. Апа, аман болыңыз. Аман болыңыз, еңбектерің жансın. Денсаулығыңыз мықты болсын.
қазір жәке мына тұрған кішкентай ғана үй Бекболат ағамыздың балалық шағы өткен үй. Онда атасы, әкесі барлығы осы үйде болған. Қазір сол үйді Бекболат ағамызбен бірге барып тамашалайтын боламыз. Қандай жағдай болған? Балалық шағыңыз? Балалық шағым осы жерде өткен. Әлі сол кішкентайдан еңбек етеміз, әлі еңбек етіп келе жатыр. Бекболат аға, былай қарасаңыз, үйден шығасыз, мына үйлерге қарап, шынымен де. Ол кезде мына жердің бәрі үй болатын. Мынада үй осы үйде тұрдық қой, кесек пен топырақтан салынған. Мына жерде, мына кепе, мына жерде болатын. Мына үйлердің бәрінде, мына үйлерде шешендер тұратын, ол кісілердің бәрі көшіп кетті де, қазір қазақ кісілер тұрады өзіміздің. Осы үйде өстік, осы жерде өмірге келдік. Мына жердің бәрі бау-бақша болатын. Қазір енді су жоқ, оны көгертетін. Оны су келетін болса, ар жақтан тарту керек ол үшін. Оны әкелесің, бірақ онда да көрсек болады ма? болашағымыз әлі үмітте. Қора ғой. Қора болса да енді. Мына қазақ үйі ғой. Мына есіктердің бәрін гараж қылып жіберген ғой. Мына жердің бәрі енді. Қазір енді отын қана, шөп қана соны. Сіздің бөлмеңіз қай жерде жататын едіңіз? Біздер мына ағаш, мына жерде от жағатын ғой. Мына жерде от жағатын. Мына жерде жататынбыз. Мына төбесі потолок, ағаш. Бәрі толды ағаш дүкен. Ой, тыныштығы мен бұзатын. Атасы болған, қамшымен екенді қуат. Атам жаңа Сіздер бірге өскенсіздер ма, не? 76 ғой. Атам өзі үлкен молда болған кісі енді. Ол кісілер осы жерде болған. Ал ол Аманбұлақ деген жерде тұрған ғой негізі. Бекболат аға, рахмет сізге үлкен. Жақсы, Аман болыңыз, тек сәттілік тілеймін. Әумин. Бәрі дұрыс болсын иншалла. Бәрі жақсы болсын өзіңізге. Біз үшін сендер де дұға тілеп қойыңдар. Міндетті түрде. Алматы деген ол керемет жер, өзім болған жерім. Қазақстанда, Астанада да болдым, Алматыда да болдым, Жезқазған, Көкшетау, біраз жерде болдық қой енді. Бірақ сонда да бәрі туған жеріңе жетпейді да. Сондықтан әйтеуір бір жақсы кісілер келіп, жақсы басшылардың құлағына алтын сырға дейміз, қалай айтамыз. Үлкен кісілер енді алға тартпаса, біздің қолдан не келеді? Әйтеуір бізге әрекет. Бірақ қандай жағдай болса да аға, ең мейірімді адамдарды тек ауылдан көресің. Сол әлбетте оған. Қалаға барсаң енді, мына үстіне бір кемшілігін айтайын десең, уже айта алмайсың да. Бір жақсысын айтайын десең де айта алмайсың. Дархан аға, ертең енді бүгінгі кеш болып қалды. Жалпы біз қазір мәдениет үйіне барып жағдайын көрсетеміз деп ойлаған едік. Бірақ енді күннің батуына байланысты, енді кеш батқанына байланысты ертеңге қалып тұр. Енді бұл жаңағы мәдениет үйінің жанында болған жалпы жағдайды толық бізге Дархан ағамыз сол жерде түсіндіріп айтып өтіп, және де басқа да адамдар болса, соларды алып келсеңіз, барлық мән-жайды сол кезде түсіндіретін боламыз. Жалпы достар, бұл сериямыз екінші бөлімге өтеді. Экраннан алыстамаңыздар, міндетті түрде өз пікірлеріңізді астына жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал біз осы Ащысай ауылының негізгі мәселелерін ағаларымызбен бірге жүріп көтеретін боламыз. Аға, сізге үлкен рахмет. Осылай көңіл бөліп, үйіңізге қонақ қылып, бізге шай бергеніңізге үлкен рахмет. Аман болыңыздар. Қазақпыз ғой, қазақпыз, айналайын. Қалай қазақпыз? Қонақ жайлығымыз болмаса. Ақжол. Рахмет. Аман есен, Құдай қаласа келіп, осы ауылдың әйтеуір ертеңгі дамуымызды ойлайық дейді ғой. Соған бәріміз атсалысайық, ағайындар. Ал, жолдарың болсын.